жүрдім бірақ таппадым, әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым. Әрбір үйдің нұр бейнесін жүрегімді мен сақтадым, айналайын класстастарым. Көрмекші өрнек тоқиды, қыздар болса сабақ оқиды, мұғалим сабақ сұрап тұрған шығар қостай сайрап, айналайын класстастарым. Шашлик десе топырлайтын, сабақ десе оқымайтын, айналайын класстастарым. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, түбі түркі, түлегі жылқы болған, талай ақынап, талай батыр қатар шыққан, біздің атағынан атыркетін, керемет ауыл, Құлымбет ауыл тұрғындары, ассалаумағалейкум деп қол соғайын. Ал құрмет ағайын, бүгінгі мынау баршамызға белгілі, Құлымбет елінде жалпы 2006 жылғы түлектер, 90 жастары, араға 20 жыл салып, осы ғой өмірдің де маңдырмағы, жұлдызын жарқыратып жандырғаны, 20 жыл, 20 көктем, 20 жазда, сан түрлі болды олардың тағдырлары. Сан түрлі өтке олар өткелдерден, ызғарлы өтті дағы көктем күннен, 20 жыл сағыныштан, 20 жыл уақыттан соң сағынышпен, жеңілді сыратығы өткен күннен де бүгінде мынау, жалпы 2006 жыл түлектер, 90 жастары, 20 жылдық сағынышпенен, достық сағынышпенен, балалық сағынышпенен келіп отырған жайты барады. Мынау мұқағайын мұқағайын атамыз айтады, бір топ достарды көргенде, бар екенсіңдер, нар екенсіңдер, ір екенсіңдер, тірі екенсіңдер, мынау достық сағынышқа шөлдеп жүр екенсіңдер дейді. Бүгінгі достық сағынышпен келіп отқан жалпы 90 жастары мен көп сөзбай, әдептеніп озбай, ендеше бүгін той қуанайық, шаттанайық, бейбеніп әйелмен ән салайық, ендеше құрмет қошемет астында бүгінгі жалпы 2006 жылғы түлектерді қарсы алайық деп, құрмет қошемет астында ортамызға бірінші түлегіміз, бүгінгі достығына сеніп тұрған, қуаныштан ортамызға еніп тұрған, ендеше мен Мұратов Дулат ағамды шақырайын, Тәуелбай Тандырлықтан келіп тұрған деп, Мұратов Дулат ағамызды қол сол қошеметке қарсы алайық. Кейінгі түлегіміз құрмет қошемет астында Келжемейік Фархат ағамызды қол сол қошеметке қарсы алайық. Бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Кейінгі түлегіміз көңілі таудай тасып келген, мынау бүгінгі достарымен кездесемін деп, 20 жылдық болады деп 2000 километрді басып келген, мынау достары үшін сонау Рудныйдан қалтасына долларларды басып келген деп кейінгі түлегіміз Әбдіров Берік ағамызды құрмет қошемет астында шақырайық. Кейінгі түлегіміз көңілі таудай жайнап келген, бүгінгі 20 жылдықты тойлап келген, ендігі мен ортамызға Баймырзаев Жаңабек ағамызды шақырайын, Құлымбетті ақ дикосын шаңқытып айдап келгендерді қол сол қошеметке қарсы алайық. Тамаша. Ендігі түлегіміз сонау Қазақстаннан келіп отқан ағаларымыздан қалмай, сонау Тәуелбай Ұшқыдық елден келіп отқан Өмірзақов Бодырхан ағамызды құрмет қошемет астында қарсы алайық. Құлымбет туған өлкем, әрқашан сен деп өтем, қолымнан келгенінше мен саған қызмет етем. Сәл ұзап кетсем сенен, құшағыңа ұмтыламын, басқа елде жасасам да,
мен сені сағынамын деді ағайын. Бүгінде мынау Құлынбеттің тұрақты тұрғыны болған 90 жастарының бірі, 2006 жылғы түлектердің бірі. Құрмет, қошемет астында жалғасып, Самат ағамызды қарсы алайық. Ал құрметті ағайын, ендеше мен ортамызға мынау дауысы естілетін анық қырдан бірінші көрінеді таныс болған ендеше бүгінгі 20 жылдықтың аруларын шақырайын, ақ бантигін орамалға ауыстырған деп құрмет қошемет астында мен ару қыздарымыз Тұтқабайына Гүлдерхан апамызды шақырайын. Қосылайық ағайын. Кейінгі түлегіміз Қанатбаева Жадыр апамызды қол соғып қошеметтеп қарсы алайық. Кейінгі түлегіміз сонау Аяқұдығынан келіп отқан Жорабекова Санабай апамызды қол соғып қошеметтеп қарсы алайық. Бірге көшкенбіз, күрегіш жоқ сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Ой, тамаша. Ал құрметті ағайын, мынау алтын құшағыңдаш, мейірің шаш, бауырға бас. 20 жыл бұдан бұрын талмай шашып көмір нұрын, арман өрге қанат қаққан, өмірден өз орнын тапқан, қыран қанат түлектерің, жайып жарқын жүректерің алдарыңа келіп тұр, тағзым етіп, ыстық сәлем беріп тұрды. Бүгінгі ортамызға 90 жастары өздеріңіздің 20 жыл алдын ұшырған түлектеріңіз келіп жетті. Бүгінгі түлектерді айтарымыз, әрқашан бақыттары баянды болсын, ендігі өмірлері әнді болсын, жайлы өскен қызылдары сәнді болсын дейміз ағайын. Мынау 20 жылны әлемде 40 жылдық, 50 жылдық, жарты ғасырлық, 60 жылдық мерейтойларды тойлау нәсіп етсін деп қаламыз ағайын. Кешегі мен бүгініңді ескердің, мәртебесі мереймен өсселдің, жас мінезі жадыраған әрумет, көптен көткен мереге қош келдің деп және бір рет қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Ендеше мынау құрметті ағайын, мереке болғаннан кейін, той болғаннан кейін оны ашып беретін ақсақалды ағаларымыз, аталарымыз болады. Ендеше мен бүгінгі мерейлі мерекемізді ашып беру үшін және де бүгінгі түлектерге келген өзінің ақ тілегін білдіру үшін ортамызға Қонысбаев Төлеген ақсақалды шақыруға жөн көрдім. Келейік Қанеке апа, бүгінгі концерттік бағдарламамызды ашып бересіз Қанеке. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Бүгін мереке бәрін басып отырған себебіміз 20 жылдық кеңесі екен. Осы балдар 20 жылғы мектепке келген, осы ұстаздардың арқасында өсіп, үлкен мамандарға ие болған, біреулері мұғалім болған, әрқайсысы өз саласын тауып, жайын тауып кеткен. Бұлар енді 20 жылдық өткені болған, жас болса 40 жылдық өткесін, 60 жылдық өткесін, ойнап күліп балдарымен жей берсін. Той баршаңызға құтты болсын. Мына осы құрметті атқан азаматтарға рахмет. Осыны ұйымдастырып ауылда сыйлап боламын. Өркені өсе берсін, бұдан да биіктерге жете берсін. Әрқашан осындай Құлынбет ауылда жастар тойлар болсын, той қыласа беріңіз. Не дейміз, ертең тағы кездесу бар, ол балдардың жолы ашық болсын, аман сау жақсы өтіп келемейік. Ауылымыздың жүздік тойы бар, соған бәріміз атсалысып қызмет қылайық. Той қаласа беріңіз. Әрқашан Құлынбетте той болсын. Концертті бағдарлама ашық деп әралаймын. Ал ендеше біз концерттік бағдарламамыз бастаймыз ағайын. Мынау 90 жастарының түлектеріміздің ұлдары, қыздарының әндері және де мектеп оқушыларының концерттік бағдарламасы бар. Көріп тамашалайсыздар. Мынау Әйтеке би бабамыз айтады ағайын. Диірменнің ортасына бидай салып, оны қоя тартсаң, одан ұн аласың. Ал қоймай ретсіз тартсаң, одан құм аласың деп. Менің айтқым келіп тұрғаны, бүгінгі мерейлі мерекемізді кезегімен әнімізді айтып, кезегімен биімізді билеп, кезегімен ақ тілегімізді айтсақ,
өте орынды болады деген ниеттемін ағайын. Ендеше бізге суға тамшы керек, бүгінгі біздің концерттік бағдарламамызға сайран қыздарыңыздай әнші керек деп құрмет қошемет астында жалғасып Самат ағамыз 20 жылдық түлектердің бірі, соның қызы сайран қыздарыңызға береміз. Қанеке қол соғып қошеметтеп қарсы алыңыздар. Көңілшігім нұрдаймасын, шашырегім қардаймай етілей берер. Көздеріңнен нұрдаймасын, есейге ертелей берер. Билеп-билеп бас айналсын, көңіліміз бос айналсын. Сайран салып ұрып, билеп-билеп бас айналсын. Билеп-билеп бас айналсын, көңіліміз бос айналсын. Сайран салып ұрып, билеп-билеп бас айналсын. Сезім ғаулайды, тоқтата ешкім алмайды бұл күнде мені. Шарлап тілі шалғайды, қуанышта жүргім келеді. Билеп-билеп бас айналсын, көңіліміз бос айналсын. Сайран салып ұрып, билеп-билеп бас айналсын. Билеп-билеп бас айналсын, көңіліміз бос айналсын. Сайран салып ұрып, билеп-билеп бас айналсын. Көңіліміз бос айналсын, сайран салып ұрып, билеп-билеп бас айналсын. Билеп-билеп бас айналсын, көңіліміз бос айналсын. Сайран салып ұрып, билеп-билеп бас айналсын. Сайран салып ұрып, билеп-билеп бас айналсын. Ендеше мынау бүгінгі 2006 жылғы түлектер 90 жастары мектепте 19 түлек болып бітірген екен. Сонау бүгінгі белгілі себептермен келе алмай қалған түлектерге бір қол соғып қошеметтеп қосақ болады ма? Рахмет. Осы тойды армандап, бұл тойға бірақ жетпеген, өмірде өткен марқұмдар топырағы әлі кетпеген деп бір топ бүгінгі біздің ортамызға өмірден өткен түлектеріміз Насипат апамызды еске алып 1 минут үнсіздік сақтасақ. Рахмет, жаңасақ болам. Мереке боласын. Қуаныштарыңыз оңынан болсын дейміз. Ендеше мынау Абай атамыз айтады: құлақтан кіріп бойдылар, жақсы ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, мен сүйсең дейді ғой. Ендігі кезекте ән орындаушы, жетінші сынып оқушысы, сырымолдарыңыз қол соғып қошеметтеп қарсы алыңыздар қанекей.
қошемет қояйық. Өнерлі болсаң, өр десенігі, тур десенігі дейді. Жанды дауысты айтып тұр. Біздің мынау колонкамызбен жанды дауысты айтудың өзі де бір үлкен өнер алайын. Бір қосып қошеметті қойсақ болады. Ендеше би дегенде биші сырын ұқпай ма, талаптанып әр қиладан шықпай ма, талаптанып әр қиладан шықса да, ортамызда 4-ші сыныптың биші қыздары шықпай ма деп құрмет қошемет астында ендігі кезекте би орындаушы 4-ші класс оқушылары қосып қошеметтеп қарсы алыңыздар. Қалай ғана солдықты сағынбайын, жұдырықтай кішкене жүрегіммен, жылдармен мен бүгін жалындайын. Қос анам бар, мен бүгін мақтанайын, отырған жер құмыңа бір шаттанайын. Сенде өскен балалық бал күндерді қалай ғана есімде сақтамайын. О жылдар, арман жылдар, қайран жылдар, біздерді жетеледі арман жолдар. Сол кездері баламыз ғой, ұшқан құсқа ерексіз селен жолдар. О жылдар, арман жылдар, қайран жылдар деп бүгінде мынау 20 жылда арман жылдарды артта қалдырып келіп отқан 20 жылдық түлектерге және бір рет тойларыңыз, мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Мынау қазақта қасиетті сөз бар, қуанышты бөліскен көбейеді дейді ағайын. Қуанышын бөлісіп келіп отқан сіздерге де осындай мерейлі мерекелі той думан өз жалғасын тапсын дейміз. Қуаныштарыңыз ұзағынан болсын деген ниетпен біз ендеше және концерттік бағдарламамызды жалғастырамыз. Ендеше бүгінгі түлектеріміздің бірі Тұтқабаева Гүлдерхан апамыздың қызы деп ортамызға кезекті ән Эланора қыздарыңызды қарсы алыңыздар кәнекей.
Құлсары жастарының балалары ылғи жанында істеп жатыр. Жанында істің өзі бізге деген. Сондықтан бір талаптарыңыз оң болсын деп, бір жастардың талабы болсын деп, қол соғып қошеметтеп қойып өнерлі ұл қыздарыңызға. Рахмет. Ендігі ақтіліктің кезегі бүгінгі біздің 2006 жылғы түлектерге өзінің ақтілігін көтеріп келіп жатқан кісілердің арасынан мен ендеше ұстаз деп ортамызға артық ағайға және де Өтенфуда Нұрсипат ағамыздың ата-анасын шақырып келген. Келіңіз мінекей. Ақтілігін білдіру үшін. Құлымбет ауыл тұрғындары, мұны оқытушылар, мінекейсіздер, мұны 20 жыл арадан өткеріп, мұны 2026 жылда түлектерді өзінің оқып кеткен мектебінде кездесу өткеріп жатыр. Бұл кешеден бері кездесу өткеріп, қуанышты бір-бірін көріп, балдарын көріп, нелерін, қыздарын көріп, әйтеуір қуаныш қой, 20 жыл деген жасы жыл емес. 20 жылда қандай өзгерістер болғанын біліп жатыр. Мұны бұлардың бақытты болған себебі 90-шы жылдар жаңа мектептің алдына келіп тұр бұлар. Жаңаша не ашты бұлар, молодец. Жылда бір мектеп салынады ма мектептегі? Міне біз ауылда бүгінгі өте жаңа мектеп, міне жаңа мектепте деп бұлар 20 жылды тойлап жатыр. Тойларың құтты болсын. Міне бір-бірлерін көріп, қуаныштарыңды айтып, тілектерін білдіріп жатсыңдар. Міне сендер екі бастан қазір балдарың жас болса, және бір 20 жылда балдарың өседі. Келін аласыңдар, немере көресіңдер, Құдай қаласа. Және де сендер мен тілегім 20 жылдықта тойлауларыңда тілек етемін. Әрқашан аман болыңдар, тойлар болсын. Міне кім не тілесе тілектеріне жетсін. Міне келесі дендерің сау болсын, ауырмаңдар. Тойларың той қыласын. Міне әрқашан аманшылық болсын. Құрметті ұлдарым, қыздарым, бүгінгі 20 жылдық кездесу мерекелерің құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, өмірде бақытты болыңдар, өсіп өніңдер, ұл-қыздарыңның қызығын көріңдер, сендерге де үлкендердің жолын беріп, келін алып, қоздатып, ылғи қызық пен қуаныштың ортасында жүре беріңдер, өмірде бақытты. Аман болыңыздар. Тойларыңыз құтты болсын, қуаныштарыңыз орын болсын дейміз. Ата, сіздердің де тойларыңыз сіздерге той құтты болсын, мерекелер болсын. Жалғасып алайық. Ұстазы жақсымы, ұстамы жақсы, ағаларымызға да қол соғып қошеметтеп қойсақ болады. Ендеше ендігі кезек біз концерттік бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі ендігі кезекті ән, бүгінгі 2006 жылы түлектердің Мұратов Дулат ағамыздың қызына, аяма қыздарыңызға береміз, қол соғып қошеметтеп қарсы алыңыздар. Мектебім, аяулы мектебім, өзіңсің өмірдің көктемі. Нәр алып қолымды созамын, арманға көктегіп. Мектебім, келеміз тағы да, күн сайын өзіңді сағынам. Соғылып, соғылды қоңырау,
Анау айтады ғой, дүниеде не жақсы, дала жақсы, көп жылқының ішінде ала жақсы. Өміріңді әрмен қарай жалғастырар, артыңдағы тұяғың бала жақсы. Қыс келсе көлді жабар мұзды жақсы, келтірер ассың дәмін тұзды жақсы. Тірлікте өрісіңді кеңейтетін, гүліндей мәпелеген қызды жақсы. Бүгінгі 2600 жыл түлектер, бүгінде бірі әке, бірі ана атанып, бірінің ұлы, бірінің қызы бар ағайын. Бүгінгі ылғи өнерлі жастар жиналған екен. Мынау боламын деген бала 15-інде баспын дер, болмайтын бала 30-інде де жаспын дер. Сондықтан бүгінгі 90 жастары түлектерінің балаларына бір қол соғып қошеметтеп қойсаңыздар, артық етпейді ағайын. Біз енді концерттік бағдарламамызды жалғастырамыз. Ортамызға құрмет қошемет астында және де сайлаңыздарыңызды қарсы алыңыздар. Дейменен бұл жолы қол соғайық. Мен Шымкенттен қайтқанда
асында ортамызға бүгінгі 2006 жылғы түлектерді бастауышта оқытқан ұстаздарымыз Жұмахан және Жұмагүл апайды және де 9 класста мектеп бітірген ұстазы деп Светлана апайды ортамызға ақ тілегін білдіру үшін шақыруды жөн болды. Келесі қайырлы ұстаздар, ақ тілекті айтып берейік. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, 20 жылдыққа кездесуге келген шәкірттерім. Бүгінгі 20 жылдық мерекелерің құтты болсын, дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын, және де өсіріп жатқан ұл қыздарыңның қызығын көріп, дендерің сау болып, отбасыларың аман болып жүре беріңдер. Әрдайым тойдан тойға ұласай берсін, құнды ауылына келсеңдер, тойға келіңдер. Ассалаумағалейкум, ауыл тұрғындары және мынау ұстаздар және осы 20 жылдықты мереке етіп келіп, ауылына қайта қауышқан тілектерім. Шәкірттерім, мінекей осыдан 20 жыл алдын тарыдай болып келіп, өзімізде 11 жыл бірге болып, кешіресіздер 9 жыл бірге болып, ұшып қанаттанып кетіп едіңдер. Мінекей соғанда бірталай уақыт өтіп, барлығын бір үйдің ер азамат қабырғасы болдыңдар, бір үйдің ақылшы аналары болдыңдар. Өмірлерің сәтті болсын, келген қадамдарың құтты болсын. Әрқашанда жүрген жолдарың ашық болып, осылай еліңді ұмытпай, жеріңді ұмытпай, ұстазыңды қадір тұтып келіп жүріңдер. Мынау ана болып, ата болып жатыр екенсіңдер. Осы өмірге әкелген барлық ұрпақтарының қызығын сендер де көріп, әрқашан осы ұрпақтарыңмен өніп өсіп, жақсы күндерде жүздесіп жүре беріңдер. Бүгінгі келіп жатқан мынау тойларың тағы бір рет құтты болсын, тойларың тойға ұласа берсін. Саламатсыздар ма, құрметті ауыл тұрғындары, бүгін мерекелік кешке жиналған жалпы қауым және осы 20 жылдық кездесуге келген түлектер. Бүгінгі мереке баршаңызға құтты болсын. Міне осыдан 20 жыл бұрын осы мектебімізді бітіріп қанат қаққан түлектер міне бүгін 20 жылдық кездесуге келіп отыр. Қадамдары құтты болсын. Бұл оқушыларымыз білесіздер 20 жыл аз ғана уақыт емес. 20 жыл ішінде міне түлектеріміз келешекте өз орнын тауып, бірі ана, бірі әке атанып, бір кәсіптің иесі болып, өз орындарын тапты, өмірде бақытты болды. Барлықтары да балалы, шағалы, отбасылы болды, бақытты болсын өмірде. Мына өсіріп отырған ұл қыздарының қызығын көрсін. Және де бұл 20 жылдық кездесу болып жатыр. Бұнан кейінгі 40 жылдық, 50 жылдық кездесулерді Алла бұларға нәсіп етсін. Бұл бітіруші түлектеріміз 4-ші сыныпта, 5-ші сыныпқа қадам қойған кезде қабылдап алып едім. 9-ші сыныпта бұлармен қоштасқанбыз. Міне рахмет айтамын түлектеріме. Мектепке келіп, 20 жылдық кездесуге келіп, мектепті ұмытқан жоқ, халқымызды ұмытқан жоқ. Мектебімізге келіп, міне жаңа мектеп құрылып жатыр, сый-сияпатын тапсырып жатыр. Үлкен рахмет айтамын қызметтеріне. Және мына халқымызға да ас беріліп жатыр, халықтың ақ батасын алайын деп жатыр. Баталары қабыл болсын, ниеттері қабыл болсын, періштенің құлағына шалынсын. Өмірде бақытты болсын. Бұл 20 жылдық кездесулердің ізі жалғасын таба берсін. Бақытты болды. Рахмет. Рахмет. Енді кезек ұстаздарын құттықтау үшін сөз бүгінгі 2006 жылғы түлектерден Дулат ағамыз бен Бұлдырхан апамызға келеді екен. Ассалаумағалейкум, құрметті халқым, ұстаздар, сыныптастарым, бүгін жиналғанымыз 20 жылдық, баршаңызға құтты болсын. Және апайлар, сіздерге де рахмет, білім бердіңіздер.
азғантай подаркіміз бар сіздерге. Ассалаумағалейкум ауыл тұрғындары, ұлағатты ұстаздар, сыныптастар. Бүгінгі жиналып отқан себебіміз мына 20 жылдық мереке тойымыз. Тойымыз құтты болсын, тойымыз тойға ұлассын. Ұстаздар, сіздерге айтар алғысы мың алғыс. Сіздердің арқаңызда осынша дәрежеге жетіп жүрміз. Сіздерге көп алғыс. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Азғандай сыйлығымыз бар, тапсыруға рұқсат етіңіз. Табыстайын, мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Бізге апа табыстайын, ұстаздарға. Мұрамал кім болмай жол болады дейді. Ұстаздарымыз өткізіп алайық. Ал құрметті ауыл тұрғындары, біздің мерейлі мерекеміз осы соңына жетті. Қазір тойханаға барасыздар ауылдастар. Тойханаға барасыздар. 90 жастар 2006 жылы түлектер. Халыққа ас беріп жатыр ағай. Дайын болып қалды, осы кезде бара бересіздер. Ұстаздар мен ортада бір би болсын ғанекей. Bir sınıftan bir sınıfqa birge көшкенбіз. Түлеміз жоқ сол мектептен жан-жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайырымдай келісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайда мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайырымдай келісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайда мектепте. Ес салысып әңгіменің бала күндерді, класс болып қыдырған айлы түндерді. Бірін ана бірін әке болғандармен, жүздерінде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайырымдай келісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайда мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенде, өтіп кетті-ау 20 жас 20 көктемде. Қайырымдай келісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайда мектепте. Бірақ тағы бір ата-аналарың бар, олар ұстаздарың. Себебі неге? Саған ешқашан ата-анаң бере алмаған нәрсені кім береді сендерге?
Ата-ана сені киіндіруі мүмкін. Ата-ана саған тамақ тапсыруы мүмкін. Сені әдемілікке жеткізуі мүмкін. Ал бірақ ұстаздай саған өмірге жолдама беруге сәл ақсамқырайды ата-ана. Себебі ұстаз деген бұл бір қауым елдің көзін ашушы. Елдің балаларын үлкен азамат етуші. Міне әрқашанда көңілдерінде кезінде көңілдерін қалдырғанды шығармыз біздер. Қаттырақ ұрысқан да шығармыз. Мен білесіңдер қаттырақ ұрған да шығармын. Мына қырағылдақтың балдары білем. Осы едесі бар. Иә, көңілдерге сені балалай айтқан кезде саматты тақтаға шығарып қойып, тақтаға желкесінен ұстап тұр. Бір ұрған есімнен. Мамасы сол кезде Астанаға кетіп барады. Анада бәрі сезеді ғой, осы баласы екенін сезді ау деп қалғанда. Өзім қорқып кеттім. Өзім қорқып кеттім. Осы күні сол не естей шығып қалған екен де есіне. Иә, сол мектепте рақмет қой, осылай еді. Қаттырақ ұрып жүрген. Жоқ, қатты ұрып, қатты естіді да, мен өзім ұстадым. Аузыма шыққан жаман нәрсе да. Өйшенде қалсын деп ұрғансыз ба? Соғыстарым демейтін, әлім демейтін. Молодец. Сонда да әйтеуір қалмай азамат болсындар. Әрқашан өстіп күліп ойнап жүргендер. Дулатжан қайда десең, Дулатжан кішкентайынан ақша санап еді, бұл әлі сол. Молодец. Деген арманына жетті. Енді мына қазақ класс балаларын өкпелемеңдер, мен сендердің жастықтарыңды не аламайын. Бірақ ренжімеңдер, мен бәрінде балаларсыңдар. Жадырағызбен көп болды. Жадыра бірге істестіңіздер. Жадыра қазақтан. Бөдерхан істестіңіз? Бөдерхан Икластан. Дулатта да істестіңіз, Дулатпен? Дулат өзім өшірді. Бір жарым жыл істедік қой. Апаймен келеді деп. Қарағылдақ класс көп еді қазақтан. Тең. Төртеу болып оқитын еді, екеуі атаға келмейтін еді. Соны айтамын ғой, жаңағы берген келеді, артыға қашуға дайындап қояды. Жаңағы бәрі өткандай шын жаңағы айтып жатыр жаңағы. Біздер өскенде не жатыр, әке шешеміз айтады, оқы деп біздер оқымадық сөйлесе. Қашуға дайындадық. Шын айтқанда. Енді мына балдарға енді сол оқы дейміз енді. Сол аман есен айтты, сол оқы деп, сол не оқысын балдар. Оқыған жақсы екен. Қазір өскенде жүрміз өзі. Өздері оқымасындар енді балдар. Амандықты там жаламай, не істерімізді білмей әйтеуір. Бірақ әйтеуір жаман емес. Сол техниканы үйренген, сол техникамыздан қуып жүрміз. Былай жүрсе балдар оқыған жақсы. Өзімізді ашқан, танытқан апайлар. Жаңағы жасаматты көрген жерде мамасы қарады деп. Жаңағы біреу шығарса бұйбай деп арқамызға қарап жатыр жаңағы. Сол келіп айтамын ғой қашып батайындар мектептен деймін ғой. Жуас болды бірақ негізі. Жуас класс болды. Жуас еттім. Тегі жоқ оқылардың ба? Бесте қабылдадым ба, сол бесінші жуас етті бәрі. Білмейтін оқушы жоқ еді бірақ. Мектептен қашу болса Сабақтан қашпайды деді ондай. Қазақ класспен алтыншы класста қосылдық қой. Шағын күлгіне барым дейм осылар ғой. Сөйтіп көбейді оқымайсыңдар ғой. Математика мен бергенмін ғой. Аштау өткенде қанша есеп шығара алмай қалды. Сен күнде шығаратын бүгінгі шығара алмай қалды, осыған есімде. Күшпен келген жасым. Математикада жақсы еді бар емес. Ең күшті шығаратын отличник Дулат пен Самат еді. Күлімхан еді. Жаңалықта жақсы. Мен шаршап отқан кезде білім әдетпін ғой, Дулат пен Самат есеп шығаратын тақтаға шығып. Апайымыз өзіміз шығарамыз деп. Жақсы Мен де енді келін болған кездерім еді бар деп жатқан кезде. Тұрмыстың несіменен шаршаған өндерім болған соң. Класс алып кетті. Кейін өлер болды.
Üzülüste oğlum bize gelen. Yeah. Marinalar verdi, adırlar verdi. Sosun kim verdi? Koyup zaman avustuk bize basar şey. Turşuz da verdi. Yenemi okudu bir men yegindi, 3 ben 4 men okudum. Bize avustuk. Yerim bastı mı? Bize ona 89 ben konuşup okuduğumuz. Ona 88 ben de bir iki okuduk 88. Ya bize de oldu. Klassas okular verdi. 3 benim 1, 4 benim 2. Komplet basıp bitti. 4 ben 2 de okuduk. Bize usta jetleri var. Жоқ, қандай да бір ауытқу заман болды сол Şu негізі usta жетпеді дейді, сынып көбейді, қазақ қарапақ боласы бір сынып. Мына бастауыш сыныптарға нешінші оқыдыңсың ба? Екі мың енді жұмысқа кірген кезім екен де 2000-да. Жоқ, осы келгеннен бізді алған жақсыз. Сондай сендерге болмай кәсіпті таңдағысы келеді ғой бұлар мектептің жол солай келгеннен сынау үшін бірінші неден береді да бастауыштан бітіргеннен береді насып болса бізге де енді тағы бір оқытушы келіп жатыр оған да солай деп отырмыз қайсы не кадр келеді соған бірінші біздің сыныпқа береміз апайларың да жетістікке жеткен бірінші дейін ба бақытты болыңдар балдарыңның қызығын көріп сендер де балдарыңның осындай нелерін көріп жүре беріңдер ұстаз болғандарың тек қана бір санат па орталарыңда айымыздар ма қалғандар басқа салалар бар Астың байлығын Ана мерекелеріңіз болсын. Әрқашан тойға жассын. Hadi pizza.